Құрметті футбол сүйер қауым, міне Арсенал 2 және Мирас 2 командалар арасында матчтың екінші таймы қазір басталды. Есеп бірінші таймнан соң 2-1 есебімен қазірше Мирас 2 командасы жеңіске жетті. Бірінші болып Арсенал 2 командасы есепті ашқан болатын. Кейін Сарджидидегі футболшылар қатарынан 2 гол соға алды. Альтайр және Ернұрлар өздерін көрсете білді. Осылайша есеп 2-1. Тоққолға тиген үшін Мұхаммедалидің сырық шалды төреші. 15 минутта қандай оқиғалар көрініс алады екен көрейік. Рамиз допты ойын қосты. Мұхаммедали допты өзінде көп ұстап қалды. Сол ішінде Арсенал 2 футболшылары Алижар топ тоқтатуда. Мұхаммедали Хабибуллаев орнын босатты. Міне Ернұр Беркінбайға. Ернұрдың әрекеттері көзге түсіп жатыр. Міне Мирас 2 футболшыларынан пас болды. Ернұр алаңға шығып соққы бағыттай алмады. Бұл жерде 9-ші нөмірдегі Раян Қуатбек тарапынан соққы еді. Көреміз, бұл жолы қалай болады екен, 3-ші гол соғала ма екен? Ернұрдың пасы алыстан соққы болады. Омардан керемет тәрізде нағыз қорғаушы екенін паш етуге әрекет жасады Омар Мұрат. Үштама доп дейді төреші. Қазір Мирас 2 футболшылары аут. Медет топты ойын босады. Көп ұстап қалды. Жетіп келді Арсенал 2 ойыншылар. Бұл енді гол емес. Пас беру керек еді. Арсенал 2 командасының қақпашысы допты ойын қосады. Мирас 2 ойыншыларында соққы Рамизге тиді доп. Бұл жерде Алихан Әбдірахым соққы бағыттаған еді. 3-ші гол қажет әлбетте. Қайтарды. Абай болу керек осы сәтте Арсенал 2 футболшылары гол! Міне жоқ жерден гол жіберіп алды. 14-ші нөмірдегі Алихан Әбдірахым есепті 3-1-ге жеткізді. Арсенал 2 футболшылары қазір допты қауіпті сейілтті деп ойлаған едік, бірақ соңына дейін Мирас 2 командасы күрес алып барды. Голға айналдыра алды. Арсенал 2 командасын келесі айналымға шығу мәселесі соңғы турда шешілетін болады. Бейбарысты жеңді. 2-1 есебімен. Қазір 1-3 есебімен жеңіліп жатыр. Мирас 2 6 ұпай болады. Бейбарыспен өткізеді. Бейбарыс командасы осыдан бұрынғы матчта Мансурды жеңгеніне куә болды. 3 ұпай. Соңғы тур ойындары қызықты көрініс алады. Плей-офф мәселесін шешіп береді. Соққы. Омар Мұрат топты ойын қосты. Алижардың әрекеті көрейік шақаны. Бұл жер жарақат алды қазір. Алижар
Омар Мұратпен қақтығысып кетті, соғысып қалды. Алижар жарақат алды. Ойлаймыз, бұл ауыр жарақат емес, келесі ойында да алаңға шыға алады деген үміттеміз. Қазір Арсенал 2 футболшылары дайындығын орындайды. Рамиз ба соққы бағыттайтын? Қаз төреші сықыр шалғаннан соң Рамиз соққы бағыттайтын болды. Рұқсат берілді. Қаны қақпаш қайтарды. Алинор бұрыштама доп болмайды. Себебі Арсенал 2 командасының футболшысынан қайтты. 3-1 есеп. Мирас 2 командасы 2 гол айырмашылығымен жеңіске жетуде. 4-ші голға ойын ережесі бұзылды. Ербол бұл жерде қазір ойын ережесін бұзды. Алихан Әбдірахым шабуыл өткен. Ернұр Беркінбай соққы бағыттайтын болады. Қаны рұқсат берілді. Соққы қорғаушыларға тиді. Әлде соққы Алихан тарапына. Қақпаш топты қосты. Рамиз шабуылға өтеді. Пас бере алама, үлгермеді. Мына енді Алихан. Аут. Рамиз ауттан допты ойын қосады. Соққы бағыттай алмады. Рамиз. Аут. Тағы бір соққы болды. Керей жоғарыға кетті соққысы. Мирас 2 командасында. Алихан қарсыластан өтті, қақпаш үлгереді. Бұл жерде ешқандай қауіп жағдай болмайды. Омар үлгерді. Қайтадан аяғын қойып Арсенал футболшысына соққы бағыттау мүмкіндігін бермейді. Арсенал 2 командасы мен Мирас 2 ұжымдар арасындағы ойын 3-1 есебімен Мирас 2-нің пайдасын шешіліп жатыр. Аут. Рамиздің пасы дұрыс болмады. Қақпаға тікелей соққы болмайды. Пас болу керек. Қазір Мирас 2 футболшылары Арсенал 2 командасының қақпашысы допты ойын қосты. Рамизға келді. Алыстан. Раян бұл жерде орнын босатады. Раян Қуатбек оң қапталда. 4-ші нөмірді Али Абдуллаев алаңға шықты. Енді міне мүмкіндік сол аяқпен соққы болды. Герема аут. 6 минут уақыт қалды матчтың аяқталуына. Есеп 3-1 Мирас 2 командасы қазірше жеңіске жетуде. Қане гол, есеп 4-1. Бұл жерде Ернұр Беркінбай матчқа нүкте қойды десек те болады. Дубль авторы аяғымен доп тоқтатты. Қақпаның сол бұрышына анық нысана қалды. Осылайша
Есеп 4-1-ге жетті. Арсенал екі командасы гол жіберіп алмау керек. Голдар айырмашылық есепке алынуы мүмкін әлі. Алижар алаңға оралды жарақатына. Аут. Абдрахман. Қазір 11-ші нөмірдегі ойыншы допты ойын қосты. Мирасек футболшылары B тобында. Қазір екінші ойынын жеңіспен аяқтауда. Арсенал екі футболшылары қателікке бой алдырды. Бұл жерде әлде 8-ші нөмірдегі Мұхаммедали Хабибуллаев еді. Мұхаммедали міне допты тоқтата алмады. Бірінші ойында, бірінші турда гол соққан ойыншы Мансур командасының қақпасына анық нысана қалған еді. Омар Аз керемет. Мысыстан өтті. Мирас екі командасы. 3,5 минут уақыт қалды ойынның мәресіне жетуіне. Алижар оң қапталдан шабуылға өтеді, бірақ үлгерді бұл жерде Алихан. Алинур допты ойын қосты. Мұхаммедали. Рамиз. Енді соққа бұл қақпаға дәл бару қиын еді, күшсіз еді міне. Омар Мұрат өте керемет тәрізде ойын көрсетуде. Қорғаушы екінші ойында да. Аут. 3 минут уақыт қалды ойын аяқталуына. Рамиз. Мұхаммедали доптың алдында. Пас міне. Мирас екі футболшылары. Жақсы үлгеру керек енді қаны осы жерден. Жоқ. Али Абдуллаев. Қазір аяғы сырғанап кетпегенде көп жағдай туғызатын еді. Аут. 4-1 есеп. Мирас екі командасы жеңіске жетуде. Арсенал екі футболшыларында Мұрат Омар. Омардың пасы Мұхаммедали. Пас болама қарсыластан өтті. Ерболдан 5-ші голға әрекет. Соққы. Гол. Есеп 5-1 міне. Қандай қарымта шабуыл. Бұл 4-ші нөмірдегі Али Абдуллаевтың голымен мәресіне жетті. Мұхаммедали Хабибуллаевтың шабуылды бастауы. Пас нәтижесінде Али Абдуллаев есепті өзгерді. 5-1. 3 гол соқты екінші таймда. Арсенал екі командасының қақпасына. Алижар. Алинур. Гол көп бола берсе де шатасып кетесің кейде. Қазір ойын ережесіне Рамиз бұзды. Жоқ, өзі қылады ғой дейді, бірақ ойын ережесін бұзған еді. Али Абдуллаев. Алидің өзіне соққы бақтау керек. Тікелей қақпаға қаны сат берілді. Рамиз қайтарды. Соңғы комбинация болады. Сонымен матч аяқталады. Соңғы минуттар. Рамизді шалды бұл жерде. 14-ші нөмірдегі Алихан Абдырахмедов ойын ережесін бұзған. Есеп 5-1. Төреш сағатына қарап қойды. Біздің есеп бойынша 15 секунд уақыт қалды. Аут. Мирас екі командасы екінші ойында жеңіспен аяқтап жатыр. Құттықтаймыз оларда. 6 ұпай болады еншісінде. Соңғы тур шешуші ойын
Оны да бірге тамашалаймыз. Бұрыштама доп болады. Арсенал екі командасының ең соңғы комбинациясы. Гол соғала ма? Голдар шоң. Арсенал 2 бастап берген болатын. Осы сәтте төрешілер сқорғы салынды матч. 5-1 есебімен Мирас екі командасының жеңісімен аяқталды. Міне Мұхаммед Алидің қуанышы. Келесі ойында кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.